Отыра қойыңдар. Алынған жоқ сабақта бізде бүгін? Бүгінгі сабақта алды бергеннің Іңкәр Оспанова Қарақат Нұрлыбайқызы Динашев. Барлығы себепті? Иә, себепті. Жақсы, рахмет. Сергіту сәті дейміз ғой, психологиялық ахуал туғызып жіберсек, енді бұл жерде ешқайсыдан тұрып керек емес, әрқайсымыз орнымызда. Өздерің білесіңдер, сендер қазір қандай мамандықта оқисыңдар? Интерьер дизайн мамандығы, иә. Интерьер дизайн мамандығы деген кезде сендерде ең бірінші нені айтасыңдар сендерге? Не керек? Иә, суретті салу үшін сендерге не керек болады? Түстерді білуіміз керек болады, иә. Жақсы. Психологиялық ахуалымыздың тақырыбы бізде мысалы түстерді ата дейміз. Тақтада қазір түсіндіре кетейін. Сары деген жазылып тұрады, бірақ ішіндегі түсі болады оныңшы. Ол көк болуы мүмкін. Сендер ол түстің атауын айтасыңдар. Ол жердегі сендер жазылуын айтпайсыңдар. Түсіндікті ма? Сары. Қызыл. Сары. Аға, дұрыс. Сары. Енді бүгінгі тақырыбымызды біз бастамас бұрын не істейміз? Бірінші алдыңғы бөлімдегі үй тапсырмасын сендермен қайталап жіберсек, иә? Ол үй тапсырмасын сендермен бізде боулинг әдісі арқылы, боулинг деген ойынды білесіңдер ғой өздерің, иә, қалайда өткен. Соның бізде енді платформа арқылы сомен үй тапсырмасын сендердің тексеріп аламыз. Үй тапсырмасында әрқайсымыз әр топтан кезекпен шығып отырып жауап берсек. Балалар, мына жерде сендердің осы үй тапсырмаға жауап бергендерінің өзі сендерде 50 балл мен 100 балл аралығында, иә? Дұрыс жауап беретін болсаңдар, сол аралықта аласыңдар. Осы жерде қарайсыңдар, бүгінгі тапсырмада бізде неше 4 тапсырма болатын болса, сол тапсырмада сендер қанша балл аласыңдар? 4 тапсырма болса, 4 тапсырмадан 100 балдан алатын болсаңдар, сендерде қанша балл болады жалпы? 400 балл болады да, 400-ді қайтадан неге бөлеміз? 4 тапсырмаға бөлгенде сендердің ортақ бағаларын қанша сонда? 100 деген сияқты, иә? Сол сияқты, бірақ әркімде әрқалай. Біреуің бір тапсырманы орындасаңдар, екіншісінде орындалмай қалатын болсаңдар, сол тапсырмаға қарай бағасын бөліп шығарасыңдар. Бастаймыз. Ал тақтаға кім шығады бірінші? Маржан шығады. Бірінші сұрағымыз. Бастай ғой. Бізде бұл не дейді? Дұрыс емес деп тұр. Жақсы, тағы байқап көр деп тұр. Келесі кім шығады бізде? Қайтарамыз тексеріп көрсек. Шыға ғой Дархан. Заттың бір молінің жылу сыйымдылығы, ол яғни мольді жылу сыйымдылығы. Жауап бер. Баса ғой. Жақсы, өте жақсыңдар балалар. Жылу. Тағы да? Не арқылы қозғалып жатыр? Жылу арқылы. Иә, біз мына жерде не істедік? Мына кішкентай майшамдарды біз осыны есте қойдық, жағып қойдық. Мына таяққа біз не үшін фольганды қойдық? Жақын қойсақ не болатын еді? Фольганды біз өзің ғана қоя алмаймыз, тек қана оны таяқ арқылы біз не бұл белгілі биіктікте оны ұстап көрсетуіміз керек. Сонда астынан шыққан жылу арқылы бізде не болып жатыр? Бізде фольгамызда қозғалыс болып жатыр. Сонда бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай деп ойлайсыңдар сендер? Тағы да жылу арқылы не болып жатыр? Бүгінгі тақырып қандай? Жылу. Дұрыс айтасың, Милена. Бүгінгі тақырыбымыз жылу қозғалтқыштары. Біздің тақырыбымыз сомен жылу қозғалтқыштары, жылу қозғалтқыштарының жұмыс істеу принциптері дейміз, иә? Одан кейін жылу қозғалтқыштарындағы пайдалы әсер коэффициентін талдау. Бүгінгі тақырып бойынша берілген мақсатымыз жылу қозғалтқыштарымен жұмыс істеу принциптерін түсіндіру. Иә, екіншісі бізде жылу қозғалтқыштарын пайдалы әсер коэффициентін талдау. Біз не қозғалтқышы дегеніміз не екенбізде? Жылу қозғалтқышы бұл жылу энергиясы қандай? Механикалық энергияға немесе басқа түрде энергияға айналдыратын құрылғы. Жақсы. Келесі, жылу қозғалтқыштарының бізде неше түрі бар екен? Екі түрі бар. Оннан түрі бар, да? Екі түрі бар. Іштен жануға қозғалтқыштары, екіншіден сыртқы жану қозғалтқыштары. Бірінші. Келесі бізде жатқызады екенбіз, Дилнара? Жақсы, келесі сыртқы жану қозғалтқыштарында бізде қандай түрлер бар екен? Екеуінің бір-біріне қандай айырмашылығы бар екен? Не айырмашылық бар бұл жерде? Отының жану екеуіне де бар. Бірінші, екінші қандай?
Будым әсері дейміз. Үшіншісі қандай бізде? Салқындауы. Жақсы. Жылу қозғалтқыштардың жұмыс принципі деген кезде жұмыстық дененің өзінде бізде қанша денеден тұрады екенбізде? Қандай? Қыздырғыш. Иә. Суытқыш. Қыздырғыш, суытқыш дейміз. Сонда не болады бізде? Екі түрі болады деген сөз, иә? Келесі. Жаңа біз айта кеттік қой. Жылу қозғалтқыштардың пайдалы әсер коэффициентін талдау дедік, иә, соған байланысты. Жылу қозғалтқыштардың пайдалы әсер коэффициенті дегеніміз бізде Айтмұхамед әдемі коэффициенті дегеніміз бізде жатады екен, иә? Келесі бізде көлік құралдары, жылу қозғалтқыштары қандай неге жатады екен? Сияқты көлік түрлеріне кеңінен қолданылады дейді. Нелер? Автобустар, ұшақтар, кемелер сияқты көлік түрлерінде қолданылады. Келесі оқисыңдарда сол жерде қандай шамалар берілген, соны әр топтан кезекпен отырып, қазір мен сендерге мына тақтаны қосып беремін. Үшінші мына жаққа бормен жазасыңдар, екінші, үшінші мына тақтаға. Әр топтан кезекпен отырып, осы тапсырма берілген жазасыңдар. Мысалы, бірінші топтан Гүлнұр шығып, ең бірінші не берілді? Тыбыр берілсе, тыбыр қанша сан берілді? Сол жазып кетсе, екінші баратта, мысалы, Даяна баратта жылу берілді деп айтайық, иә? Q ол жерде мысалы 2 джоуль деп ойлайық. Оны жазып кетсе, келесі тағы қандай шамалар берілді? Нені табу керек? Сонда бұл жерде не болады дегеніміз, осыны оқи отырып, өздерінің несін жылдамдықпен жұмыс жасайсыңдар. Ең соңында барасыңдар да не істейсіңдер? Бірінші орында өздерің нетіп аласыңдар. Орында қаласыңдар, одан кейін кезекпен тақтаға шығып, ең соңында осы есептің несі жауабын бізде несін шешіп шығарасыңдар дейсіз. Жақсы. Топпен жұмыс істедік, иә? Балалар енді тапсырмаларын дайын болса, әр топтан балалар кім айтушы, кім жазушы деп жаңа айта кеттік қой, иә? Бұл негізі running dictation әдісі деген кездегі бұл жердегі хабаршы мен жазушы деген бұл мақсаты. Сол сияқты өз топтары араларында сайлап алыңдар ғой. Бірінші топтан кім сендерде хабаршы болып отырады? Айтушы Гүлнұр болып отырады. Екінші топ сендерден Милена, үшінші топ бізде кім болады? Аруна. Мен жазушымын, Дархан айтушы. Дархан айтып отырады. Біздің қалған топтар бұл жерде не істейміз? Жазып тақтаға кезекпен шығып отырамыз. Бұл біздің тапсырмамыз дегеніміз білім алушыларды сендерді бұл функционалдық сауаттылықтарды арттыру. Тек қана бұл жерде қалып қалған математика, физиканың формасын алып есеп шығара салу емес, бір жағынан ойлану болып отыр. Байқасаңдар, әрқайсыларының тапсырмаларында өмірмен байланысты болып тұр, иә, бұл жердегі жылу берілген, машинаның қозғалысына байланысты деген сияқты. Осы біздің негізі, осы тапсырмамыздың несі бізді бұл физа тапсырмаларына келіп бізде тоқталамыз. Жақсы, енді барлықтарымыз кезекпен шыға берейік. Үш дәрежесі дейміз. Формуласын қараймыз. А-ны Q-ға бөлем 100%. Келесі А тең Q-бі. Бүгінгі жалпы сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі біз бекітуімізде қазақтың тағы бізде ұлттық ойындарының бірі бар ғой, бәйге деген, иә, білесіңдер. Қазір барлықтарың ортаға осы жерге круг болып жиналасыңдар. Осы жерде қазір өзіміздің осы ұлттық ойынымызға қарай өзіміздің ұлттық күйімізді қосып қойсақ, сол арқылы алдыларында байқасаңдар, мына жерде бізде өзімізде стрелка тұр, иә? Осы жерден бәйгемен бәріміз айналып жүріп, тоқта деген кезде стрелка кімге келеді, сол адамға осы жерде біз сұрақ қоямыз. Сол сұрақ арқылы не істейміз? Сабағымызды бүгін бекітеміз. Қарай тұрыңдар. Назерке. Алкенің кәрсейдің ба? Осы жерде қазір айналып келе жатып, мен тоқта деген кезде стрелка кімге қарап тұрады, соған біз сұрақ қоямыз. Мен сұрақ қоям, жауап бересіңдер. Бүгін сабағымыз бойынша, иә? Екі түрі болады. Қандай? Ішкі және сыртқы.
ішкі және сыртқы жану қозғалтқышы, тағы үшіншісіне айттық біз. Газ энергиясы. Жақсы, келесі жалғастыра. Айналамыз. Жылу кімге келді? Аминала. Даянаға келіп тұр, иә? Мен жауап бересін. Жұмыстың бізде таңбасы қандай екен? Негізгі бүгінгі бізде тақырыпта қандай бізде физикалық шамалар аталды? Жылу қозғалтқышы. Жылу қозғалтқыштар тақырыбымыз, иә. Қандай физикалық шамалар болды? Жылу мөлшері. Жылу мөлшері. Тағы да. Біз топтармен бөліп дұрыс, олар жұмыс, одан кейін энергия деп айтамыз. Соның ішіндегі бізде жұмыстың таңбасы қандай әріппен береді екенбіз? Жұмыстың таңбасын А деп айтамыз. Жақсы, келесі. Жақсы балалар, бүгінгі енді сабағымыздың өзіміздің мақсатымызға жеттік деп ойлайсыңдар ма барлығымыз? Мақсатымызға жеттік. Бірінші осы жылу қозғалтқыштарының не екенін білдік, түрлерін білдік, тағы да жұмыс істеу принциптерін білдік, және тағы да жылу қозғалтқыштарындағы біздегі пайдалы әсер коэффициентіне байланысты біз не істедік? Есептер шығардық. Жақсы. Енді балалар, бүгінгі сабағымызға деген өздерінің бірінші кері байланыстарына мына Mentimeter платформасында тақтада көрсетіліп тұрғандай бізде QR-ға өздерінің ұялы байланыс телефондарының арқылы не істейсіңдер? Кері байланыстарын бересіңдер. Бүгінгі сабақ жайында түсіндім, жартылай түсіндім, немесе түсініксіз сұрақтар болды деген сияқты не істейсіңдер? Кері байланыстарын беріп жіберсеңдер, тақтада QR-ды енді түсінбедім, түсініксіз деген бізде енді бір бала бар екен. Жақсы, өздерің кері байланыстарын бере кетсеңдер, енді ауызша бүгінгі сабақтары бойынша жақсы Даян айта қойшы. Бүгінгі сабақтар өзің түсінгені бойынша не? Бүгінгі сабақта мен жылу қозғалтқыштың екі түрін білдім. Біреусі ішкі қозғалыс болса, біреусі сыртқы қозғалыс. Жақсы. Тағы да келесі Динара. Бүгінгі сабақта мен бүгінгі сабақта көп нәрсені білдім. Бұнда жылу коэффициенттері және де ішкі қозғалыстар және сыртқы қозғалыстар. Жақсы, тағы да. Жақсы балалар, бүгінгі сабақтағы сендерге бүгінгі сабақ қатысу бойынша әрқайсыларды мен өзі бағалап өтсем, басында тапсырма берілген кезде өздерің айтқанбыз, иә? Жалпы бүгінгі 4 тапсырма болса, сол тапсырмадан 4 тапсырмадан біз орташа бал шығарамыз деген. Бүгінгі сабаққа белсене қатысқан мен бүгін Гүлнұрға 95 деген баға қоям. Өте сабаққа белсенді қатысты. Келесі бізде Назерке сабаққа жақсы қатысып отырды. Бұдан да белсендірек қатысуға Назеркенің шамасы жетеді. Бүгінге Назеркеге мен 88 деген баға қоям. Жақсы, келесі топта біздің өзіміздің ортамыздағы Дарханға сабақтың басынан бастап соңына дейін белсенді қатысқаншы мен бүгін 95 баға қоям. Жақсы, осы қатардан тағы да отырған Арунаға кішкене арасындағы қобалжулар болды, иә? Сеған бүгінге 90 деген баға қоям. Олар бізде сабаққа белсенді қатысып отырған, оларға бүгін 92 деген баға қоямыз. Осы қатар енді тапсырмасына бүгінгі жалпы жылу қозғалтқыштарының бізде бағана айтып кеттік қой, автокөліктерге деп, иә, өмірмен байланысты не үшін керек бізге? Соған байланысты кішігірім ғана есте жазып келесіңдер. Жақсы, рахмет балалар.